Көп балалы аналарға 8 наурызға орай 39 мың теңгеге дейін бір жолғы төлем беріледі. Қазақстанда 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай көп балалы аналарға әкімдік тарапынан бір реттік қаржылай көмек беріледі деп хабарлады. Кейбір өңірлерде бір реттік көмек мүмкіндігі шектеулі жандар мен ардагерлерге де қарастырылған. Әртүрлі қалада төлем мөлшері әртүрлі, ал кейбір өңірлерде биыл бюджеттен мұндай қолдау бөлінбеген. Астанада халықаралық әйелдер күніне орай 36 мыңға жуық көп балалы және аз қамтылған анаға бір жолғы әлеуметтік көмек беріледі. Төлем мөлшері 2,5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 9830 теңге. Қаржы жергілікті бюджеттен бөлініп, азаматтарға арналған үкімет арқылы Астанада тіркелген және тұрақты тұратын азаматтарға аударылады. Шымкентте алтын алқа, күміс алқа, батыр ана және ана даңқы ордермен марапатталған аналарға 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 19660 теңге мөлшерінде бір реттік әлеуметтік төлем беріледі. Түркістан облысында көп балалы аналардың саны айтарлықтай жоғары. 18 жасқа дейінгі 4 және одан көп баласы бар 117.927 ана тіркелген. Әлеуметтік қолдау шаралары шеңберінде аудандық және қалалық бюджеттен 63 мыңнан астам адамға 484,8 миллион теңге бөлініп, әр анаға орташа есеппен 2 айлық есептік көрсеткіш 7864 теңгеден берілмек. Маңғыстау облысында дәл осындай соманы 22 наурызға орай табыстамақ. Осылайша өңірдегі 12686 адамға 99,7 миллион теңге төлем жасалады. Солтүстік Қазақстанда алтын алқа, күміс алқа алқалармен марапатталған немесе бұрын батыр ана атанған ана даңқы және бірінші, екінші дәрежелі ордермен марапатталған көп балалы аналарға ең көп бір реттік төлем төленеді. Әрқайсысына 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 39320 теңге. 4 және одан да көп кәмелетке толмаған баласы бар отбасыларға 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 19660 теңге мөлшерінде көмек қарастырылған. Ұлытау облысында көп балалы аналар мен отбасыларға әлеуметтік қолдау үшін жергілікті атқарушы органдардың шешімімен бір реттік төлем тағайындалды. Осы ретте 2711 көп балалы анаға 20 мың теңгеден төленеді. Тағы 6454 көп балалы отбасыға 4 және одан да көп кәмелетке толмаған баласы бар немесе балалары күндізгі оқу нысанында білім алатын отбасыларға 20 мың теңгеден беріледі. Қарағанды облысында 11 ауданға төлем ақы берілмек. Жалпы бюджет 861,2 миллион теңге, онда әр анаға 20 мың теңге берілмек. Павлодарда аналарға да мереке қарсаңында осы мөлшерде төлем беріледі. Биыл облыстарда бұл көмекті атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарынан 750-ден астам көп балалы ана алады. Ақмола облысында көп балалы аналарға 2-ден 5 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 7864 мыңнан 19660 теңгеге дейін беріледі. Бір жолғы әлеуметтік көмек қарастырылған. Деректеріне сәйкес 6010 әйел тіркелген. Шығыс Қазақстанда көп балалы аналар 15 мың теңге мөлшерінде төлемақы алады. Десе де, төлемдер Алматы қаласы және Қостанай, Ақтөбе, Жамбыл, Қызылорда, Атырау, Батыс, Абай, Алматы, Жетісу облыстарында қарастырылмаған. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі құтты болсын.